Қоян мен кірпі. Ертеде орманда мейірімді кірпі мен оның досы өмір сүріпті. Бір күні кірпі орманға серуендеуге шығып, өзімшіл қоянды кезіктіреді. «Сәлем, не істеп жатырсың?» деп сұрады қоян. «Қыдырып жүрмін», деп жауап береді кірпі. «Ха-ха-ха!» деп күлді қоян. «Қысқа аяғыңмен қалай серуендеп жүрсің?» Осы сөздерге ренжіген кірпі қоянға былай дейді. «Екеуміз жарысайық, сонда көрерміз, кімнің мықты екенін». Қоян бұған келіседі. Кірпі: «Мен қазір үйге барамын, таңғы ас ішіп келемін, содан кейін жүгіреміз», деді. Кірпі үйге келіп досына: «Біз қоян екеуміз жарысамыз», деді. Ал досы: «Ох, қоянмен қалай жарысасың? Ол сенен жылдам ғой», деді. Сонда кірпі оған: «Ол жылдам болса да ақымақ. Көре тұр, біз оны алдап кетеміз, жеңеміз. Сен тек мені тыңда, менің айтқанымды істе», деді. Олар үйден шығып, жүгіретін жерге келді. Сонда кірпі досын тастың арасына жасырып оған: «Қоян жүгіріп келсе, сен тастың артынан шығып, қоянға «Мен келдім» деп айтасың», дейді. Қоян алаңға келеді де, бәрі басталады. Қоян мен кірпі орындарына тұрып жүгіре жөнеледі. Қоян бар күшімен тасқа дейін жүгірді. Сол жерде кірпінің досы «Мен бірінші келдім» деп атып шығады. Қоян өз көзіне өзі сенбей, «Мүмкін емес» деп таң қалады. «Тағы бір рет жүгіремін» деп қоян орнынан тұрып, жүгірісті бастады. Ал кірпінің досы тастың артына тығылды. Сол кезде қоян алаңға жүгіріп келді. Бірақ кірпі сол жерде тұрып қоянды күтті. «Тағы да мен бірінші» деп атып шығады. Қоян ашуланып: «Жарайды, сен жеңдің. Енді мен сені ешқашан мазақтамаймын», дейді. Шынымен де сол кезден бастап қоян ешкімді мазақтамапты.